Қаңтар қырғынын айтқанда, мұны билікті басып алуға жасалған мемлекеттік төңкеріс деген баға берілді. Бұлайша айтқанда, елді астан-кестен еткен үлкен дағдарыс еді. Оның саяси, экономикалық астарлары бар, әлеуметтік астары да бар. Ал кезінде қазақ ордасы кемеліне келіп, алып мемлекетке айнала бастаған тұста тарихта үлкен азамат соғысы болған еді. Яғни қазақ хандығының тарихында 17 ғасыр Тәуекел хан ұзақ жылдарға созылған соғыстан соң артына үлкен мемлекет қалдырып кетті. Қазақ хандығы солтүстікте Ресейге бағынудан бас тартқан Сібірдің бір бөлігін, ал батыста ноғайлардың бір бөлігін, шығыста ойрат тайпаларының кейбірін өзіне тәуелділікке түсіріп, ең бастысы оңтүстікте орналасқан Отырар, Түркістан, Ташкентті бұлай қойғанда, бір кездері Әмір Темір империясының астанасы болған Самарқан қаласы қазақ әскеріне қақпасын ашты. Бір сөзбен айтқанда, қазақ хандығы алтын дәуірге аяқ басқандай еді. Ал бұл кезде Ресейде не болып жатыр еді? Бұл кездері айналасын жалмап, Сібір, Қазан, Астраханды жұтып қойған Ресейде үлкен дағдарыс басталды. Иван Грозныйдың өлімінен кейін Мәскеудің жағдайы тіптен қиындап кетті. Орыс әскерлері Иван Грозныйдың көзі тірі кезінде-ақ Ливон соғыстарында масқара жеңіліске ұшырап, келісімге келуге мәжбүр болады. Мына жақта Қырымның ханы Дәулет Керей Москваны өртеп жібереді. Ал Иван Грозныйдың ізбасары Федор патша тіпті елді дұрыс басқара алмай, ақыры Борис Годунов деген шоқынған татар Ресейдегі билікті өзінің қолына алады. Өтірік патшалар пайда болып, ең ақыры Польшаның королі Москваны басып алып, өз баласын Мәскеудің тағына отырғызады. Бұл 1610 жылдар. Енді ойлай беріңіз, Қазан, Астрахан, Сібірді жұтып қойған Ресей енді өзінен өзі құлдырап, Москваның өзі Польшаның қол астына өтіп кетті. Ал орыстың боярлары поляк ханзадасының алдына тізе ант беріп жатты. Ал біз қазақтар сол кезде не істедік? Осының тарихи мүмкіндікті пайдалана алдық па? Енді айтып көрейік. Орта Азиямен соғыс жүріп жатты. Атағы әлемге тараған Темірден кейін ең мықты әмірші атанған екінші Абдолланы жеңген Тәуекел хан Бұхар түбінде ауыр жараланып, Ташкентте дүниеден өтті. Майдан даласынан күнде суыт хабарлар келіп жатты. Бұхар билігін қолына алған Бақи Мұхаммед қазақтарды Самарқанға қарай тықсырды. Осы кезде марқұм Тәуекел ханның інісі Ес Мұхаммед әскердегі билікті өзінің қолына алды. Оны халық еңсеге бойлы ер есім деп атай бастады. Бұл адамның алып болғаны сондай, киіз үйдің есігіне сыймай бір қырындап кіретін болған деседі. Бұхар хандығында билікке келген жәнилер, яғни кезінде Астраханнан қашып келген хандармен бейбіт келісім жасасқан. Ол сыр бойындағы бүкіл қаланы, Ташкент пен жазиралы Ферғана аймағын өз қол астына қаратты. Дәл осы тұста қазақ хандығы өзінің шарықтау шыңына көтерілген болатын. Осы тұста Орта Азиядағы ең үлкен қамал Ташкент қазақ хандығына қараған соң, оны Жәнібек ханның немересі Жалым сұлтанның баласы Тұрсын Мұхаммед сұлтан ондағы билікті өз қолына алады. Ол көп ұзамай тәуелсіз хан болуға әрекет жасайды. Оның артында саны мол, екі сан қатаған жұрты тұрды. Ташкент қаласынан түсетін жылдық табыс оған тұрақты әскер ұстауына жетіп артылып жатты. Тіпті Есім хан қалмақтармен соғысқа аттанғанын пайдаланып, Біскент, Түркістан, кейде Сауран, Әнжан, Шахрухия сияқты үлкенді кішілі қалаларға өзінің жақтас әкімдерін билікке келеді. Бір деректерде өз атынан ақша соқтырып, алым салық жинай бастағаны айтылады. Сонымен қазақ хандығын екіге бөліп, Түркістан қаласын орталық еткен Есім хан, Ташкент қаласын орталық еткен Тұрсын хан билік ете бастады. Бұлардың арасында соғыс қақтығыстар да болып тұрды. Сыртқы жауды қойып, екі хан енді өздеріне бағынышты ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ билеушілерінен одақтас жақтастар іздеуге кірісті. Есім хан тобы Жаркент хандығына қарсы болып Тұрпанды билеген Әбдірахым ханмен одақтасты. Ал Тұрсын Мұхаммед хан жағы Жаркент билеушісі Шажайдың Ахметтің жақтасы болды. Бұлармен одақтасып отырған Әбдірахим мен Ахметтер де бір-бірімен жауласып отырған билеушілер болатын. Есім хан өзіне мықты сүйеніш ету үшін Жаркент ханы Әбдірахиммен құдандалық байланыс орнатып,
әбдірахимнің қызы патша ханымға үйленді де өзінің ағасы күшік сұлтанның қызын әбдірахимге берді. Бірақ хандық ішіндегі интригалар ақыры өз мәресіне жетті. Есім хан шығыста қоқаңдаған қалмақтарға қарсы жорыққа аттанған тұста бүкіл әскерін ерткен Тұрсын хан алыстағы жауды емес, өзінің қаны бір қазағы Түркістанды шауып, ондағы Есім ханның анасы мен отбасын тұтқындап Ташкентке қайтып оралады. Төзімі таусылған Есім хан соғыстан келе салысымен 1627 жылы Тұрсын ханды бірнеше жерде талқандап Ташкентке қуып тықты. Ташкенттің биік қабырғаларына сенген ханды Есім ханның әскері басып алып, Тұрсынды өлтіреді. Есім хан өмірінің соңында ауыр кеселге ұшыраған Ержүрек ханымыз көп ұзамай өз ажалынан дүние салды деген деректер бар. Тұрсын ханның бүлігі қазақ ордасының шаңырағын шайқалтып кетті. Тіпті Есім хан жеңіске жетті деген күннің өзінде бұл қазақ халқы үшін орны толмас қасірет ретінде тарихта қалды. Қатаған қырғыны күллі алаш жұртына қандай зиян келтіргенін Мұхтар Мағауин өз еңбегінде былай деп жазады: бір-біріне деген кектен көздеріне қан толған қос әмірші Есім хан мен Тұрсын сұлтан Сайрам түбінде кездесті. Осы қырғыннан соң бұрынғы 8 алаш қазақ 6 алаш болып қалды. Бір сөзбен айтқанда 2 сан алаш жұрты жойылып кетті. Тәуекел хан әйгілі Орта Азия жорығынан басталған қуатты мемлекет құру арманы осылайша құрдымға кетті. Бұл шайқасты Есім ханның жеңісі дегеннен гөрі қазақ халқының жалпы алаш жұртының үлкен жеңілісі деу керек шығар. Себебі енді ғана саны молайып, оның үстіне Орта Азияның қалалы аймақтарын өзіне қосып алып, ноғайлардың бір бөлігін, Ресейге бағынбаған Сібірдің халықтарын, шығыстағы қалмақтардың бір бөлігін құрамына қосып үлгерген алаш жұрты бұл оқиғадан кейін қуаты сақтағанымен тұралап қалды. Есімнен кейін билікке келген екінші Жәнібек хан одан кейін Салқам Жәңгір тұсында шығыстағы қалмақтар күшейе бастаған болатын. Қазақтарды дәл осы 17 ғасырдың басында отарланбай аман қалуға сәл де болса мүмкіндік бар еді. Неге десеңіз, дәл осы Есім хан тұсында солтүстіктегі Ресей елінде үлкен дағдарыс басталған еді. 1584 жылы Иван Грозныйдан кейін Мәскеудің жағдайы тіптен қиындап кетеді. Орыстардың Ливон соғыстарындағы сәтсіздіктерін есептемегеннің өзінде Қырым ханы Дәулеткерей Москваны өртеп жіберді. Ал Иван Грозный ізбасары Федор тұсында құлдыраудың алғашқы сипаттары көріне бастайды. Ол елді басқара алмай, ақыры Борис Годунов деген шоқынған татар билікті өз қолына алады. Алайда Борис Годунов тұсында да Ресейдің жағдайы мәз емес еді. Елдің түкпір-түкпірінде өтірік патшалар пайда болды. 1598 жылдан 1618 жылға дейін елде аласапыран болды. Бұл кезеңді орыстар смутное время деп атайды. Өзін Иван Грозныйдың шынайы баласымын деп таныстырған жалған Дмитрийлер пайда болып, халық кімнің шынайы патша, кімнің өтірік патша екенін айыра алмай жатқан кезде Швеция мен Польша корольдері Мәскеуге басып кіріп, тіпті Москваның өзі Польшаның қол астына өтіп кетті. Ол аздай 1610 жылы Польша королі өз ұлы Владиславты Москваның патшасы етіп қояды. Ал орыс боярлары Польшаның алдында құрдай жорғалап жаңа патшаға ант береді. Бұл 1610 жылдар. Енді ойлай беріңіз, Қазан, Астрахан, Сібірді жұтып қойған Ресей енді өз-өзімен құлдырап, Москваның өзі Польшаның қол астына өтіп кетті. Ал орыс боярлары поляк ханзадасының алдында тізе бүгіп оған ант беріп жатты. Ал біз қазақтар сол кезде не істедік? Билікке таласқан Тұрсын мен Есім хандар бір-біріне қылыш кесіп, бірігудің орнына солтүстіктен төніп келе жатқан қауіптің бетін қайтару үшін күш жинаудың орнына өзара таққа таласты. Соның нәтижесінде тарихи мүмкіндікті жіберіп алдық. Арада бір ғасыр өткенде қазақ жұрты шығыста жоңғардың, батыс пен солтүстікте Ресейдің, оңтүстікте Орта Азия хандарының қыспағында қалды. Бұл да айтыла бермейтін тарих. Қаңтар қырғыны енді ғана еңсеттіктеп келе жатқан елімізді әлсіретіп кетті. Тарихтағы мұндай үлкен бетбұрыс кезеңдер елде жылдар бойы қордаланып қалған мәселелердің шешімін таппағанын көрсетеді. Сондықтан билік басында отырғандар тарихтан сабақ алып, мұндай қауіпті сигналдарды дер кезінде түсініп,
қажетті реформаларды батыл түрде жүзеге асыру керек.